Армысыздар, құрметті көрермендер. Әнші актриса Салтанат Бақаева Момске әңгімеге подкаст YouTube каналындағы берген сұхбатында өзінің жеке өмірі жайлы ағынан жарылды. Отбасы мен өнерді қатар алып жүрген Салтанаттың айтары да аз емес. 4 ұлының босану сәтінде болған қиындық пен бақытты күліп еске алды, және ол өзінің 4 баласының әр қайсының өзіндік мінездері барын жолдасы, енесі жайлы айтып өтті. Соны жасадық. Сол кезде енді әрине ұлдарым үйде бір кішкентай ғана қыз болса екен деп ойлады, бірақ ұл болды. Енді әрине қуанды. Үлкен ұлым өте жақсы көреді. Ол менің көмекшім, маған көмектесіп отырады, балама қарап отырады. Кейде мысалы өте нянямен сұрақ қиын ғой, не болады, болмай қалатын сәттер болады. Сондай кезде менің ең бірінші болса қалай өттің, Кесарова жоқ әлде өзің босандың ба? Мен бірінші рет босанғанымда, бірінші ұлымды босанғанда мен өзім босандым. Тіпті эпидуралканы да қолданбадық. Сондықтан бірінші рет енді адамды тірідей кескендей болады ғой, сондай. Соның салдары да өте ауыр болды. Өйткені мен енді первородкамын, слишком долго шли схватки. 24 часа. После этого андай асықтыратын дейді, сондай бір укол ма бір әлестеді. Содан кейін асығып кетті. Бала мен жөнді не тужилась, да. Сондықтан бала қысылып қалды. Бала қысылып қалып, оны уже шығарып алды, кесіп, мені шығарып алды. Кесарева емес, надрез. Репизия дейді ғой, надрез жасап, сөйтіп шығарып алды баланы. Баланы шығарып алған соң, мен өзім бұлай аң-таң болып жатырмын, не болып жатқанын түсінбей, бірақ баланың жылағанын естімей жатырмын. Не болғанын түсінбедім. Балалар, дәрігердің бәрі жүгіріп кетті. Біріншіден, екіншіден қасымда менің қайнапкем Дарья Жүсіп болып еді, ол кісіні шығарып тастады, шыға тұрыңыз деп. Чувствую, что ситуация накаляется. Я думаю, боже мой, неужели я столько, тут мучилась, и еще сейчас с ним что-то случится. Я начала кричать, у меня истерика началась. Они успокоили меня, и они, оказывается, ждут неонатолога, а неонатолог в другой части больницы на осмотре. Пришлось им сразу же самим начать делать электрошок ребенку, потому что он не дышал и сердцебиения не было. Вот, сделали пару этих действий, и после только ребенок начал плакать и, в общем, пришел в себя. А так он, получается, задохнулся, я его прижала, получается, вот, моего старшего. Ой, подумай, страшно на самом деле, но вот такая вот ситуация. И благо вообще опытным врачам, которые не стали ждать, они, то есть видели, что обычно делают неонатолог, и они начали это делать, потому что если бы они ее ждали, то исход был бы совсем другой. То есть там, возможно, какие-то секунды. Да, поэтому они не стали ждать, просто начали все делать, что сами видят. И слава богу, я, конечно, благодарна им за это. Вот. Но сама обстановка, вообще первые роды, вот эта вот обстановка больницы, я рожала первого в институте матери и ребенка, если знаешь, там очень страшные коридоры и вообще вся обстановка. И вот эта вот каталка по этим коридорам тащит, потом я родила, меня просто выкинули в палату, я лежала, и ребенка мне не привезли, естественно, потому что я была никакая. На утро мне только его привезли, я помню. И вот это вот впечатление не самое почему лучшее. никакая была? Потому что очень долго я тужилась, потом вот эта вот ситуация. И через неделю меня выписали, через неделю я снова попала в больницу, потому что у меня остатки, оказывается, остались. И нужно было чистить. Я уже говорю, просто сделайте так, чтобы я спала. Я не хочу ничего чувствовать. Но у меня просто... Я такая, то есть юная была и не готова была ко всему этому. Вот если Айдана говорит, что она была как бы уже подготовлена, начитана, я, конечно, читала и даже какие-то видео смотрела, но я не ожидала, что везде. Настолько все.
мен 24-темін. Жассың Иә. бәрібір. Ондай Иә. литература жоқ ол кезде. Ол қазір ғой бәрі бар, иә. 10 жыл енді негізі болған, Бірақ аз иә, дегенмен. аз болған. Содан кейін мысалы қалай айтсам екен, бәрібір де ешкім анығын айтпайды ғой, бұл өте сондай бір не ғой, ұмытшақ ауру. Бәрі сондай жақсы, Иә, бәрі иә. керек. Ана болу Ой, қандай иә, қуанышты. керемет, кішкене бір қиналасың, болды, одан кейін өтіп кетеді деген сияқты айтатын дүние ғой. Бірақ шын мәнінде менде мысалы солай болды. Бірінші ұлымды босанғанда қиналдым. Жалпы мен өзім андай не адаммын да, қалай айтсам екен, тіпті укол салса да мен кәдімгі ойбай деп кәдімгі қиналып кететін болевой порог очень Бірақ высокий. дегенмен 4 бала боса қорқам деп. Ал екіншісін босаған, үшіншісін. Иә, ол кезде енді эпидуралка қойды. Ол кезде жеңілдеу болды. Өзің Мұнда- босандың? Иә, өзім босандым. Ол кезде бұлай қатты қиналмадым. Сондықтан жеңілдеу болды әрине. Мен әлі күнге дейін түсінбеймін, неге мен сол бірінші рет босанғанымда эпидуралкадан бас тарттым. Ол деген қазір заманауи, кәдімгі нағыз керекті нәрсе ғой деп Өйткені ойлаймын. әрқалай адамдар айтып жатады. Біреулер ойбай қойдыруға болады, қойдыруға болмайды, зиян емес. Енді әр нәрсенің де зияны бар ғой, мысалы. Тамақты көп жесең де ол зиян деген сияқты. Сондықтан менің ойымша эпидуралка ол бәрібір жеңілдетеді. Бұл өте сондай процесті жеңілдетеді. Әсіресе бірінші рет босанғанда сен білмейсің қалай бәрі болатынын. Но вживую это все переживать, это, конечно. Но я, конечно, пережила. Ну, мы женщины такие, да? Сондай Ал шығармыз біз, Арсенчикті иә. босанған кезде. Арсенчикті босанған кезде эпидуралкамен босандық, бәрі өте жеңіл. Бұл вообще бұл кезде мен мүлдем ауруды сезінбедім, мен кәдімгідей баланың келе жатқанын сезіндім да. Сондықтан сондай бір еще қызықса тура төбемде. Енді бұл подкаст қой, ашығын айтып берейін, иә. Подкаст, бұл Төбеде мынандай не канал иә, емес. не болады ғой, лампочкалар. Сонда бір андай айна сияқтысы бар екен де, мен прям өзімнің Арсенімнің шыққанын көрдім. Сондай удивительный процесс, вообще ерекше. Осы жалпы осы процесс маған есте қалды. 4-шісі. Иә, 4. Яғни сен саналы ана Иә, болғаннан иә, кейін, иә. Сен қазір 30 нешедесің? Мен 34-темін. 34. 35-ке 24 күні келем осы. Қатақтаймын. Сөйтіп, 4 баланы да Құдайға шүкір аман есен босандың. Иә.